Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тәтті оладьи пісіретін боламыз. Ендеше кеттік. Біз ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Енді қантымызды саламыз үстіне. Біркелкі қылып араластырамыз. Üstüne sımsım tuzumuz. Sımsım tuzumuzu salып alamız. Енді ayranımızı өлшеп аламыз. Менде магазиннің айраны. Дайын, біз айранымызды өлшеп алдық. Енді массамызға құямыз. Біркелкі қылып араластырамыз. Біз ұнымызды араластырып болдық, енді ұнымызды аз-аздан қосамыз. Ұнымды електен өткізіп алғанмын. Алдын ала електен өткізіп қойғанмын. Қою болғанша ұнды қоса береміз. Массамыз осындай болады. Жарты шай қасық сода қосамыз. Біркелкі қылып араластырамыз. Біз массамызды бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Себебі айран мен сода көтерінетін болады. Қызып тұрған табанымызға пісіреміз. Бір қасықтап салып аламыз. Екі жағын аударып пісіреміз. Біз газетті май сырғу үшін қойдық. Достар, біздің оладьйіміз пісті. Міне біздің оладьйіміз жұмсақ болып пісті. Мен кішкентай салпанға шоколадты салдым. Енді наған батырамыз. Мен ыстық суға сап қойдым, біздің негізінде біздің шоколадымыз еру үшін. Біздің шоколадымыз еріді, енді оладьйімізді сәндейміз. Достар, біздің оладьйіміз пісті, жұмсақ, әдемі, күшті болып пісті. Жұмсақ, әрі оңай. Қазір сіздерге арасын көрсететін боламыз. Дәмін тартып көрейік. Дәмі күшті шықты, міндетті түрлі істеп көріңіздер.